Қазақстан Республикасының сот әкімшілігі және оның облыстардағы аумақтық органдары сот органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою жөніндегі мемлекеттік қызметті көрсетеді. Апостиль құжатқа қол қойған адамның қолын және оның өкілеттіктерін, сондай-ақ осы қағаз немесе электрондық нысандағы құжат бекітілген мөрдің немесе мөртаңбаның түпнұсқалығын растайтын арнайы мөртаңба. Қазіргі күні сот жүйесінде ақпараттық технологиялар тиімді қолданылуда. Қызылорда облысының соттарында келушілер үшін күту залына LED экрандар орнатылған. Үздіксіз көрсетіліп отыратын бейнероликтер арқылы татуласу келісімдерінің маңыздылығы, мемлекеттік баж алымдары, жоғарғы сот пен облыстық сот басшылығының жеке қабылдау күндері туралы мәліметтермен таныса аласыздар. QR-код арқылы талап қою үлгілерімен және басқа да сот жұмысын ұйымдастыруға қатысты ақпараттармен танысуға мүмкіндік жасалған. Сот жұмысының ашықтығын қамтамасыз етіп, халыққа қолайлы орта қалыптастыру мақсатында фронт-офистер орнатылған. Келуші тараптар үшін күту залы, жеке жұмыс жасау секторы, ақпарат орталығы, адвокаттар мен медиаторлар орны жасақталды. Бүгінде ақпараттандыру жұмысына да баса назар аударылған. Облыстық соттың ресми сайты, халыққа қажетті мәліметтер, заң нормалары, соттардың байланыс телефондары мен электронды почталары, облыс соттарының қараған істері бойынша сот залынан берілетін ақпараттар орналастырылған. Сонымен қатар, Қызылорда соттары атауымен Facebook, Instagram, Telegram, әлеуметтік желілері мен YouTube арналары жүргізіліп отырады. Бұл шаралардың барлығы сот жүйесінің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етіп, мемлекеттік қызметтерді көрсету бағытын жетілдіру үшін жасалып отырған маңызды қадамдар.